Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Бүгінгі видеода қазіргі кезде кішкентай балаларда көп анықталып жатқан аутизм ауруы жайында айтатын боламын. Аутизм бас миы жетілуінің ақаулары салдарынан дамитын психологиялық бұзылыстар. Бұл туа біткен ауру болса да, 3 жас және одан кеш мезгілде анықталуы мүмкін. Аутизм сөзінің аудармасы өз ішкі дүниесіне кіріп кеткен адам немесе өзінің ішіндегі адам дегенді білдіреді. Мұндай аурумен адамдарда әлеуметтік қарым-қатынас пен эмоционалдық тұрғыдан бұзылыстар пайда болады. Қазіргі таңда аутизмнің нақты себебі белгісіз. Бұрыннан бері осындай бұзылыстардың себебі гендер құрылымының зақымдануы және оның бас миындағы синапстық байланыстарға тікелей әсер етуімен байланысты деп есептелген. Ал қазіргі уақытта аутизмнің пайда болуы ұрықтың жатыр-ішілік дамуы кезінде болатын мутацияға байланысты деген болжамдар кең таралуда. Статистика көрсеткіштері бойынша орта есеппен 1000 адамның ішінен 6 адамда аутизм кездеседі. Бұл ретте осындай бұзылыстар қыздарға қарағанда ұлдарда 4 есе жиі байқалады. Туа біткен ауру болғандықтан аутизмнің белгілерін нәрестелік кезеңде байқауға болады. Өмірінің алғашқы айларында нәресте аз қозғалады, мимикасы жұтаң және олардың ашық түсті заттарға қызығушылығы төмен болады. 5-6 айларында аутизмі бар балалар жанындағы заттарға қызығушылық танытпайды. Қолдарының бұлшық етінің тонусы жақсы дамыса да, заттарды ұстауға тырыспайды. Балалар 1 жасында сәйкес дыбыстар шығармайды. Өтініш бойынша заттарды көрсетпейді. 1,5 жасында ешқандай сөздерді, ал 2 жасында қалыпты сөйлемдерді айта алмайды. Баланың ойыншықтармен ойнауды қаламауы немесе оның бір бөлігіне ғана зер салуы ерте жастағы аутизмнің белгісі ретінде болуы мүмкін. Бала бірнеше негізсіз талаптар қоюы ықтимал. Нақты атап айтсақ, белгілі бір бағыт бойынша ғана жүреді. Өзінің белгіленген тәртібі бойынша ғана нақты әрекеттер жасайды. Ересек адамда аутизм белгілі бір тақырыптар бойынша өзіндік әуестік, сәйкес қимыл қозғалыстар және дағдылы ойлау ретінде көрінуі мүмкін. Осындай бұзылыстары бар адамдардың 1/3 бөлігі білім мен мансабында нақты жетістікке жетуі мүмкін, алайда олар қарым-қатынас орнату кезінде бірталай қиындыққа ұшырайды. Бұл аурудың жалпы клиникалық белгілері әлеуметтік қарым-қатынастың бұзылуы, тар бағыттағы қызығушылықтар және біркелкі қайталана беретін әрекеттер, ақыл ойының кемістігі, балада сөйлеу дамуының тежелуі, коммуникацияның бұзылысы, қалжың, бүркемелі әңгіме, жасырылған мән-мағынаны қабылдамау, сезім түйсігінің бұзылысы, аздаған жанасудың өзі дискомфорт туғызады. Диагнозды ерте анықтау баладағы бар потенциалды дамытуға мүмкіндік береді. Баланың дамуындағы прогресс диагнозды қою уақытына тәуелді. Бала ақыл ойының деңгейін өлшеуге және аурудың кезеңін анықтауға арналған көптеген тесттер мен сауалнамалар бар. Сонымен қатар қарап тексеруге ағзаның бұлшықеттік жүйесін зерттеу жатады. Аутизм кезінде бұлшықеттік жүйенің дамуы артта қалуы мүмкін. Қажет болған жағдайда МРТ, электроэнцефалография, хромосомдық талдау жүргізіледі. Науқастың толық емделіп кетуіне мүмкіндік беретін ем жоқ. Бірақ дұрыс терапия жүргізілсе, көптеген науқастар өз бетінше өмір сүре алады. Кішкентай балалар үшін терапия кезеңмен жүргізіледі. Айналадағы адамдармен қарым-қатынас орнатуға қажетті дағдыларды қалыптастыру, өзін-өзі күту, логопедтік ем, медикаментозды терапия жүргізіледі. Медикаментозды терапия деструктивті бұзылыстар пайда болған кезде ғана қолданылады. Құрметті арнамның көрермендері, егер де видео пайдалы болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.